Жусан иісі. Күздің суық желімен келетін осы бір ашыда таныс иіс мені әлде қайда алып кетеді. Соғыс жылдарының мұңды елестерін, ұрланған балалық шақты еске салады. Ол кезде біз бәріміз бірдей едік, әкесіз, аш-жалаңаш. Бірақ ертеңге деген сеніміміз зор еді. Біздің ауылға Аян келген күн әлі есімде. Ол өзгеше бала болатын. Оның ақсаңдаған аяғы емес, оның ғажайып ертегілері бізді таңғалдыратын. Аян алғаш келген күннен ақ біздің жүректерімізге жылулық сыйлады. Ол тек төбелесіп батырлық көрсеткен жоқ, ол бізге жаңа достық пен сенімнің маңызын үйретті. Күнделікті ойында, қуып жүгіруде кейде ол жарақат алып жататын. Бірақ бұл оны тоқтатпайтын. Біз оның батылдығына таңғалатынбыз. Аян бәрімізден ерте есейді. Әжесін жоғалтқан күні оның жүрегіндегі мұң жусанның иісіндей ашы еді. Түндер бойы ол жұлдыздарға қарап туған үйін анасын аңсайтын. Бапайдың үйінде ол жалғыз қалды. Бірақ Аянның жүрегінде жылылық пен үміт мәңгі сақталды. Ол терезеден сыртқа қарап, балалар ойнап жүргенін армандай берді. Күн батып қараңғылық түскенде, біз оны қоршап отырып, қиял әлеміне енетінбіз. Аянның әрбір сөзі бізді аштықтан да, соғыстың суығынан да құтқаратын сиқырлы күштей еді. Ол бізге алтын сарайлар, бақытты өмір мен алыстағы ағаларымыз туралы айтатын. Қыс келді. Ақтүтек боран ауылда басып қалды. Сол бір суық күндерде Аян бізді жылытатын ертегісін тоқтатқан жоқ. Ол өзі мұқтаж бола тұра, біздің жанымызға жарық сыйлай білді. Даланың суық желімен қара қағаздардың қасіреті еңсемізді басатын. Бірақ Аян бәрімізден ерте есейді. Оның жүрегіндегі мұң жусанның иісіндей ашы еді. Жылдар өтті. Біз де есейдік. Бірақ күзде жусан иісі шықса, мен бала Аянды еске аламын. Жусан иісі, бұл тек өткен күннің естелігі емес, бұл балалық шақтың тазалығы мен достықтың әнұраны. Бұл хикаят әр қазақтың жүрегіндегі ең нәзік пернені басатын асыл туынды. Мәңгілік сағыныш пен үміттің иісі.